көп қойылатын сұрақтардың бірі иттің майы, борсықтың майы, тағы да басқа майлар мен еттер жайлы әртүрлі жан-жануарлардың етін жесек бола ма, жазыламыз ба деген сұрақтар қойып жатады. Осыған орай бір оқиға есіме түсіп кетті, бастан өткен. Бір науқас келіп түседі. Ол науқастың енді тарихын айтатын болсақ, жасы ортадан асқан кісі. Осы Қазақстан өлкелерінің бірінде тұратын, бірақ ауылдық жерде болғанда, енді бір орталық район десе де болады. Сол жерде сол кісі ауырып қалады, денесіндегі бездерінің бәрі шоши бастайды, қазақша айтқанда. Мойындағы, қолтықтағы, тағы да басқа бездер шошиды. Ол ісінеді, домбығады, бірақ дәрігерге бармайды. Дәрігерге сенбейді ғой, халық еміне сенеді. Сонымен мына қазақта екі ауру бар деп әрқашан айтамыз ғой, суық тиеді немесе көз тиеді деп. Сөйтіп жаңағы көз тиген шығар деп ойлап отырған кезінде бір туысқандар айтады: ойбай, сенің пәленше туысқаныңда осындай бездері ісініп, бұл онкология болған, содан көз жұмды дейді. Сонымен бұл кісі өзіне жаңағы онкология деген, рак деген диагноз қойып қояды, өлімге дайындалады. Бірақ өлімге дайындалардан бұрын тағы да сол ақылшылар көп қой бізде ауылда. Жыланның етін жесең жазыласың дейді. Жыланның етін жейді, қанын ішеді, одан кейін тасбақа жейді, құрбақа жедім деді тағы да. Бірақ күннен күнге анау ісіп, қызарып домбыққан жаңағы бездері пісіп жарылады ғой, ірің ағып. Ана кісіде температура күнде 39-ға дейін төсек тартып жатып қалады. Сонымен бұл кісі қоштаса бастайды үйіндегілерменен. Сөйтіп жаңағы туысқандарына хабар береді ғой: осылай, мына өлейін деп жатырмын, өлімге дайындалып жатырмын. Сөйтсе осы Алматыда бір кісінің туысқаны екен, дәрігер кісінің. Сол дәрігер кісі маған хабарласып, осында туысқаным болып жатыр, келіңіз, көріп беріңізші деп. Сонымен ана кісі өлмей тұра жатыр, дәрігерге көрініп ал, сосын барып өлесің деп айтқан болу керек. Сонымен келеді жаңағы басқа өлкеден. Келеді, қараймыз, енді өте жағдайы ауырлау. Ана кісі өмірге көніп қойған, жаңағы өлімге дайындалып отыр. Сонымен бездің біреуін аштық, ода тұрған ештеңе жоқ, іріңді ағыздық, іріңді алып зерттеуге жібердік. Қарап отырсақ, жай ғана туберкулез болып шықты. Содан іріңнің бәрі тазарған соң, туберкулездің емін тағайындаған соң, ана кісі 2 айдан кейін құлан-таза жазылып, билеп тұрып үйіне қайтып кетті. Бұдан шығатын қандай нәтиже? Қандай жануардың етін жесеңіз де, қандай ауру болса да, дәрігерге барып көріну керек. Әр нәрсенің ауызға тыға берудің қажеті жоқ. Ауызға тыққан нәрседен пайда, ем көрудің ешқандай жүйесі де, жөні де жоқ. Егер де жан-жануардың етін жеген адам ауырмайтын болса, қасымыздағы көрші елдердің барлығы жейді ғой. Өкпе аурулары, тағы басқа аурулардан бірінші орындарда тұр. Сол себептен тамақтарыңызға мұқият болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.